Сәлеметсіздер ме? Мен Мұнайлы ауданы нөмірі 11 жалпы орта білім беру мектебінің 10 сынып оқушысы Жанғазиева Айдана. Сіздерге ұсынып отырған тақырыбым қазақ әдеби шығармаларын экрандаудың жас ұрпақты тәрбиелеудегі маңызы. Көркем әдебиет шығармалар тұнып тұрған тәрбие көзі, ретін тауып ұтымды пайдаланған жан еш ұтылмас. Еліміздегі ертеңгі жас ұрпақтың тәрбиесіне, жалпы адам тәрбиесіне жете мән беріп, оның сәтті қағидалары мен ережелерін жасаған халықтардың бірі қазақ халқы. Ежелгі қағида бала тәрбиесі бесіктен басталады. Ғылыми жұмысты алудағы басты мақсат осы қазақ шығармалары арқылы болашақ жас ұрпақты биік адамгершілікке, өзінің халқын, отанын, ұлтын құрметтеуге, оған қалтқысыз қызмет етуге, жалпы адамгершілік қасиеттерге баулу. Зерттеу еңбегімнің негізгі мақсаты ең алдымен нағыз адамды тәрбиелеу. Экрандалған әдеби шығармалар өзінің бай тәжірибесіне сүйене отырып, келер ұрпақты сапалы білім меңгеруге, өзінің ауыл аймағының, әз отанының намысын қорғауға, жалпы адамгершілік қасиеттерге баулиды. Сол себепті көгілдір экрандағы мән мағынасыз анимациялық фильмдерден көрі өзіміздің қазақи дүниелерді көбірек көрсетсек, жас ұрпақтың алар тәрбиесі де мол деп ойлаймын. Әдеби шығармалардың экрандалуы туралы. Әдебиеттің кинодағы рөлін бірнеше қырдан қарастыруға болады. Оның тек қана экрандалған фильмдермен ғана шектелмегені анық. Осы тұста әдеби шығармалардың кинематографиялық табиғатына да мән беруіміз қажет. Балалар киносы жанрының дамуы мен ертегі жанры. Ертегіні экрандау балалардың көңіл күйін көтеру үшін ғана жеңіл-желпі түсіретін нәрсе емес. Ол бір халықтың сыр-сипатын, этнографиялық ерекшеліктерін, тіпті керек десеңіз қоғамның адамгершілік болмыс бітімін бейнелеу деген сөз. Қазақ ертегісі әрқилы оқиғалар мен бейнелерге, көркемдік тосын шешімдерге бай. Демек, бұны неғұрлым құнарлы етіп шығаруға да мүмкіндігіміз мол. Қазіргі кезде балалар сүйіп көретін соңғы жылдарда отандық Алдар көсе, Мақтаншақ қыз, Қошқар мен Теке, Ертөстік және Айдаһар сынды көптеген мультфильмдер түсірілді. Бұл халық тарапынан үлкен қошеметке ие болғанын білеміз. Соңғы жылдары қазақ мультфильмнің көші жанданып келеді. Осы тұста осы тақырыпта жалпы ата-аналардың ойын білейін деп сұхбат жүргізген болатынмын. 5 жасар Әнуар есімді баланың анасы, балама бос уақытымда мультфильм қосып беремін. Бірақ та отандық мультфильмдерді қарайды. Атап айтсақ, Алдар көсе, Қошқар мен Текені қойып беруімді көбірек өтінеді. Сонымен қатар шетелдің мультфильмдерде қарайды. Мысалы, Маша и Медведь атты мультфильмдерді көріп жүр. Қандай мультфильм көретінін жалпы күнделікті өмірде бақылап жүремін. Себебі қазіргі кезде түрлі мән мағынасыз анимациялық фильмдер қаптап кетті деген пікір қалдырған болады. Бауыржан Момышұлы «Ұшқания» повесі. Жалпы осы зерттеу жұмысымды, дәл осы тақырып зерттеу жобамды бастауға маған Бауыржан Момышұлының «Ұшқания» повесі түрткі болды. Шығармадағы негізгі мәселе адам, ал оның кемелдену жолдары сол шығармадағы кейіпкерлердің бір-бірімен өзара әңгімелесуі арқылы дамиды. Ұлттық тағылымның түп төркін шығарманың бас кейіпкері бала Бауыржанның іс-әрекеті, жалпы ондағы іс-қимылдары, отбасындағы тәрбие, ортасына деген қарым-қатынасы арқылы байқаймыз. Шығарманың әр жолының айтар мағынасы айқын. Мейірімділік, жомарттылық, ұлт намысшылдығы, ел қамын ойлау. Шығарманың негізіне айналған осы қасиеттерді Бауыржан Момышұлы кейіпкерлері арқылы көрсетіп отырады. «Ұшқания» повесінің экрандалуы. Осы зерттеулер нәтижесінде жалпы практика жүзінде мультипликациялық фильмдердің бала тәрбиесіне маңызы зор екенін жоғарыда атап өттік. Себебі жоғарыда атап өткенде мен 8-ші сыныпта оқып жүрген кезімде Бауыржан Момышұлының «Ұшқания» повесін оқыған едім. Яғни мектепте мұғалімдер тапсырмасы мен иллюстрациялық суреттер арқылы біз осы тақырыпты жақсы түсінген болатынбыз. Сол сияқты қазірде қазақ әдебиетіндегі шығармаларды экрандалса, бұл баланың тақырыпты түсінуіне, жалпы сол сабақты игеруіне өте пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Психологиялық тұрғыдан алғанда да есте сақтаудың 60-70%-ын көзбен көру арқылы жүзеге асады екен. Мен сіздерге Бауыржан Момышұлының «Ұшқания» повесі бойынша үзінді ала отырып, осы шығарманы мультипликацияға түсіру жолдарын және одан көрермендердің, жалпы балалардың алатын тәрбиесін көрсеткім келеді. «Ұшқания» деп ат айтып отырған повесте 9 бітіріп, болашақ маман иесі болатын жастарға тигізер пайдасы өте көп. Себебі «Ұшқанияда» Бауыржан Момышұлының алған тәрбиесі қазіргі кездегі отанымыздағы, ұлттағы оның дәрежесін көрсетеді. Сондықтан да мектеп бітіріп шығатын оқушылар жалпы бала тәрбиесінде осы әдеби шығармаларды қолданса,
пайдасы зор болар еді деп ойлаймын. Менің зерттеу мақсатымның негізі де осы. Бұл жоба менің ойымша өскелең ұрпаққа өте тиімді деп ойлаймын. Шын мәнінде осы мәселелерді өзіміз қолға алмасақ, осылай жалғаса берсе, өз ұлтымыздан айырылуымыз да мүмкін дегенді айтқым келеді. Кино миллиондаған адамдарға ой салып, тәрбиелейді, өмір мәселелерін талдатады, одан қорытынды жасатады. Қазіргі кезде жастар кітаптан, үлкендерден емес, керісінше интернет желісінен тәрбие алып жатыр. Сондықтан да балаға осы экрандаудың маңызы өте зор деп ойлаймын. Қазақ әдебиетімен жас ұрпақ көгілдір экрандағы туындылар арқылы танысса, олардың жалпы меңгеруіне де, әдебиетке деген қызығушылықтарын да оятады деген ойдамын. Сол тәлім тәрбиеге мол дүниелерді балалар дыбысталу, көркем образдар арқылы шығарманы көздерімен көрсе, есте сақталуына да шығармадан алған бағалы құндылықтарды өз өмірімен ұштастыра алар еді деген ойдамын. Ұсыныс: бастауыш сыныптардың оқулықтарына қоса бейнедисктер орнатса, яғни осы қазақ әдеби шығармалары туралы бейнедисктер қосса, оқулықтарға суреттер енгізсе, және де еліміздегі балапан телеарнасына қоса көптеген басқа да балаларға арналған телеарналар ашылса, мемлекеттік тұрғыдан анимациялық фильмдерге көңіл бөлініп, қаржы жағынан қамтамасыз етсе. Назарларыңызға рахмет.